Күндізгі ұйқы не үшін қажет? ақш ғалымдары күндізгі уақытта қандай адамдардың ұйықтауы маңызды екенін анықтады. Ұйқымыз жеткіліксіз болған сайын, біз күні бойы өзімізді нашар сезінеміз, бас ауырып, дене әлсіреп тұрады. Келесі күні денені қалпына келтіру және қалыпты жұмыс істеу үшін кем дегенде 7-8 сағат ұйқы қажет. Күндізгі жарты сағаттық ұйқы жағдайды жақсартады. Әрине, бұл ұйқы ағза үшін жеткіліксіз, бірақ ми қайта зарядталады, дене сергіп қалады. Ғалымдар күндізгі ұйқының адамға пайдалы екенін айтады. Күндізгі ұйқы жақын арада дәрі ретінде тағайындалуы мүмкін. Бірнеше зерттеулер оның ағзаға пайдасын анықтады. Сонымен күндіз 20 минут ұйықтап алу, есте сақтау, зейіннің шоғырлануын жақсартады, ашуланшақтықты азайтады және көңіл күйді көтереді. Кейбір адамдар үшін күндіз ұйықтау пайдалы ғана емес, тіпті қажет болуы да мүмкін. Мысалы, қан қысымы көтерілетін адамдарға қажет. Америкалық ғалымдар зерттеу жүргізіп, содан кейін олар күндіз аздап ұйықтап алу қан қысымын төмендетеді деген қорытындыға келген. Түстегі ұйқы қан қысымын төмендетіп қана қоймай, өмір салтын сапалы өзгертуге де көмектеседі. Мысалы, тұз бен алкогольді тұтынуды азайтса, қан қысымын 3-5 мм сынап бағанасына дейін төмендетуі мүмкін. Күндізгі ұйқы да дәл осылай әсер етеді. Егер гипертониялық науқастар күндіз ұйықтаса, онда қысым төмендейді. Демек, жүрек қан тамырлары ауруларының қаупі айтарлықтай төмендейді деген сөз. Мысалы, инфаркттың алдын алу қаупін 10%-ға дейін азаяды. Назарларыңызға рахмет.